Ассалаумағалейкум армысыздар, құрметті қазақ елі. Ермек Албан, қазақтың биі, Алматы қаласы. Мына енді қазір болып отқан жағдайларды бәріміз көріп естіп отырмыз. Өте қиын жағдай, халықтың жағдайы өте төмен түсіп кетті. Оның бәрі неге байланысты? Оның бәрі қазақ халқы көбісі саясатпен айланыспайтынның арқасы. Сол енді өзімнің өмірлік тәжірибем саяси жолда жүргелі бері саяси жинаған тәжірибем және білген нәрсемен сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл енді саясат түсіну үшін әлемдік деңгейде саясатты біз білуіміз керек. Әлемдік деңгейде саясат қандай? Бүткіл әлемді билеп отқан 13 қыландай бар. Бір 5.000 адамның төңірегінде бүткіл әлемде болып отқан саясатты жағдай, тірліктер, соғыс, ауру, басқа да тірліктердің бәрін солардың жоспарымен жүріп жатыр. Және де оларға қарасты, соларға қызмет жасайтын 1% адамдар, әлемде сол 8 миллиардтай адам десек, соның 1% ғана бүткіл әлемнің байлығында, билігінде, қызығында солар көріп отыр. Енді өздерінің байлығы мен билігін ұстап қалу үшін олар неше түрлі спецслужбалар жасап қойған, олар солардың бәрі соларға қызмет жасайды. Және де 5% жаңағы саяси сауатты мықты азаматтар бар. Енді олар өздерінің білгендерін айтып отырады, бірақ оларға қысым келтіріп, неше түрлі іс-әрекеттермен қамап атып, олардың деңгейін түсіріп, жаңағы төмендетіп тастайды. Енді былай айтсақ, сол 99% тобыр деп айтуға болады. Сол тобыр, сол 1%-дің айтқан іс-әрекет тірліктерін жасап отыр. Оның бәрін енді біздің жасап қойған өздерінің жүйесі бар. Енді олына балабақшаға барғаннан, мектептен барғаннан бастап, оның бәрін біздің миымызға құя береді. Туғаннан бастап жаңа прививкалар құйылады, оның бәрінің өздерінің эксперименттер реттеп қойған адам кішкене деңгейін төмендету үшін бәрін жасайды. ВОЗ, Всемирный организация здравоохранения дейді, олар да сол ұйымның, солардың кландардың жаңағы жасап қойған ұйымы. Медицинаны солар бақылайды, бүткіл болып жатқан ауру нелердің бәрін өздері таратып, өздері дәрісін ойлап тауып, содан жаңа триллиондаған ақшаларын жасап отыр. Бұлар енді проекттер бар, өздерінің алдын ала жоспарлап қойған проекттер бар. Золотой миллиард деген, сол 8 миллиардтай адам болса, сол 8 миллиардтың енді сол 80-90%-ын құрту керек. Сол енді золотой миллиард дейді, сол золотой миллиард осы қазақ жерінде тұру керек. Болашақта көптеген жер бетіндегі мемлекеттер жойылып, судың астына кетеді. Сол енді Сибир мен осы қазақтың жері қалады. Кезінде Нұх пайғамбардың кемесі осында біздің Қазығұрт тауына келіп тоқтаған, топан су басқан кезде сол бүткіл әлемнің адамдары осы біздің жерден тараған. Соны олар біледі. Сол енді бүткіл әлем су басқан кезде осы қазақтың жері мен Сібір жері су бетінде қалады, жер бетінде. Сол золотой миллиардтың проекциясы үшеуде болады. Бүткіл әлемнің қаржысы осы Қазақстанда болады. Астананы өздерінің проекттермен салған. Сол енді біздің жерге қызығып отқан көрші мемлекеттер бар. Сол әлемдік кландардың өзінің жоспарлары бар. Сол үшін біз сол жоспарларына кіретін болсақ, біз қандай деңгейде кіреміз, оған бізге байланысты. Қазір көріп отырсыздар, бюджетте ақша жоқ деп, халықты қазір штрафтармен салықтарын көтеріп жан-жақты қазір қысып жатыр. Оның бәрі ертең сол үлкен көтеріліске қаңтар 2-ге апару мүмкін. Қаңтар 2 болып жатса, қазаққа қандай күн туады? Қаңтар 2 болса, қазақты қырады. Бірінші орында мына болып жатқан қазір депутаттар заңға қол қойып, қазақты тонауға қол қойып отқан депутат бауырларымыз, парламентте отқан, ойланыңыздар, ертең қаңтарда халық көтерілсе, бірінші сіздерден бастайды. Және де мына силовой структураның жігіттері қаңтар 1-де қанша қазақтың жігіттерін қинады. Сіздерге де жаңағы кезек келеді. Сол қазақты қыратын болады. Ертең ол бұл жерде соғыс болып,
қырғын төбелес болса миллиондаған қазақ қырылып, және де мына көрші мемлекеттер соны тосып та отыр. Осы соғыс болғаннан кейін кәсіпкерлерде, байларда, инвесторлар бәрі кетеді, әлеуметтік жағдай төмендейді. Сол кезде арзан бағадан барлық кәсіп, үлкен мемлекет ұйымдар бәрі түскеннен кейін жаңағы $1 миллион, мысал ретінде $1 миллион тұратын ғимараттарыңыз ертеңгі күні сол $200-300 мың шейін төмен түскен кезде, сол кезде бұлар өздері келіп сол көрші мемлекеттің байлары сатып алып, қайтадан Қазақстанды дұрыс жақсы мемлекет жасауға, бүткіл әлемнің қарсы өшуге болатындай сол арғатай жұмыстарын жасап кетеді. Сол үшін бізде екі жол бар. Біріншісі соғыс пен қырғынмен сол әлемдік кландардың жоспарларына соғыспен кірсек, ертеңгі күні миллиондаған қазақ қырылып, әлеуметтік жағдайымыз төмен түсіп, өз мемлекетімізде екінші сорт ұлт сияқты тұратын боламыз. Қыздарымыз басқа ұлттардан туып, ұлдарымыз солардың завод фабрикаларында жұмыс жасайтын болады. Немесе екінші жол ол бейбіт түрімен, ол халыққа байланысты. Қазіргі таңда біздің өзімнің көріп отқан жолым ол билер ұйымы. Екінші жолмен, бейбіт жолмен кіретін болсақ, әр облыстан, ауылдан, рулардан билер сайлану керек. Және де бәріміз бірігіп отырып, ақылдасып отырып, бәрін бейбіт түрінде ақылдасып, әр нәрсені ақылдасып шешетін болсақ, біз сол әлем билейтін кландардың жоспарларына дұрыс жолмен кіретін боламыз. Және де үлкен деңгейде біз ана шейхтер сияқты өмір сүретіндей деңгейде сондай жолмен кіретін боламыз. Сол үшін әрқайсы қазақ айтатын саяси сауатты болайық, ақылдасайық. Ата-бабаларымыз кезінде осы жерде ақылмен, айламен аман алып қалып, бізге өткізіп берді. Енді біздің міндетіміз, аманатымызды арқалап келе жатырмыз әр қазақ. Соны жерімізде ақылмен, айламен, біршіні шай ішіп отырып, ақылдаса отырып, мемлекетімізді аман есен алып қалып, сол әлемдік кландардың жүйесіне біз осы жердің иесі ретінде кіруіміз керек. Сол үшін әр қазақ айтатын саяси сауатты болайық, билер сайлайық. Сол билер ертеңгі күні өз ауылдарының әкімдерін сайлайтын болады. Халыққа қызмет жасайтын әкімдер сол халықпен бірігіп отырып, ауылдың жағдайын түзету керек. Ертеңгі күні мәжіліс, депутат сайлаулары болады, халықтың ішінен шыққан, халыққа қызмет жасайтын, халықпен бір байланыста отыратын депутаттарды сайлап мәжіліске, депутаттарға жеткізуіміз керек. Сөйтіп бірігіп отырып, халықтың мүддесіне жұмыс жасайтын азаматтарды біз басын біріктіріп, елдің, жердің байлығын қазаққа алып беруіміз керек. Көрші мемлекеттер қазір сол үлкен қан төгісті күтіп отыр. Әскерлері бізде дайын жүр. Біз енді өзара өздері бөліп алған. Сол бөліп алып, билей бер саясатын қазір жүргізіп жатыр. Көптеген кәсіпкерлер кіріп біздің көптеген жерлерімізді сатып алып жатыр. Мемлекеттік мықты ұйымдарды, кәсіптердің бәрі солардың қол астына өтіп жатыр қазіргі кезде. Сол үшін қазағым ойланатын кез келді. Бір-бірімізбен ырылдасып, айғайласып, руға, жүзге бөлініп, дінге бөлініп, партияға бөлініп жүруді біз доғаруымыз керек, тиым салыну керек. Әр қазағым жалғызым, әр қазағым бауырым деген ұранмен өмір сүрейік. Бір қазақ деген тудың астына бірігіп, мемлекетімізді аман есен алып қалып, мемлекетімізді ұрпағымызға аман есен өткізіп берейік. Бай қуатты болайық қазағым, саяси сауатты болайық.